Ассалаумағалейкум. Тағы да кеш жарық болсын. Біздер жаңа кольца поршын ауыстырып, мотоциклдің клапанын келтіріп салып едік. Онымен тықылдап дауыс шығып тұр. Клапан жасағанда ол клапан екі положение жасалады екен. Соны сіздерге айтып кетейін деп. Мынау тұда тұр меткісінде. Екінші положение бос жатыр. Мен бағана қазір айналдырайын. Мен екінші положениеде. Қазір. Так, мынау келіп тұр. Енді мен осы положениеде жасап едім. Осы положениеде жасап, онымен клапан тықылдап тұр. Енді жаңа екінші положениеде жасап, тағы қыздырып қараймын. Енді осы бұл положение емес сияқты өшім. Мұнан жасағанда, айналдырғанда жаңа клапандар бос жатыр тықылдап. Соны сіздерге ескертіп айтып кетейін деп. Мына жағы 8 шығатын. Енді мына карбюратор жақтан келетін жағы 5 болу керек қой. Енді 5 положение жағы үлгілеп шөппен жасағанда шамалы қысыңқылап бар негізі. Шөппен бетер бар өшіп. Мені өреді. Так. Соны айта кетейін дегенім сіздерге. Енді екінші положениеде қайтып әкелсем, жағы бос жатыр. Сол екінші положениеде жасалатын болар деп тұрмын енді. Соны жасап айтамын сіздерге. Метке келді. Енді бос жатыр. Жақсы, рахмет. Сіздеріңіз оңнан болсын. Сәттілік баршаңызға.